Good afternoon. Қайырлы күн, құрметті ханымдар мен мырзалар. Бірінші түстен кейінгі сессияға қош келдіңіздер деймін. Менің атым жөнім Торберг Барбер, және сонымен қатар құрметті сіздерді Федерика Магеринамен таныстырамыз. Сіздер бәрін естеріңізде шығар. Ол кісі таяуда мынандай лауазым атқарған еді. Жоғары өкілінің лауазымын атқарған Еуроодақтың сыртқы саясат бойынша. Федерика, егер мен есімде қалса, сіз 14-19 жылдар арасында осы лауазымды атқарған едіңіз. Бұл оған көп жыл өткен сияқты болып көрінеді. Қазір өмір қатты өзгерді. Қазір сол кездермен қазірге салыстырсақ, сол кезде күн тәртібіндегі сұрақтар сіздің болған кезде, жоғарғы өкіл болған кезіңізде қазіргі сұрақтармен салыстыруға бола ма деп ойлайсыз? Қалай ойлайсыз? Ал бүгін күнгі сұрақтарды қандай сұрақтар қояды деп ойлайсыз, және олар болашақта қандай мәселелер өте маңызды болатын болжауға болады деп ойлайсыз ба? Оны кім болжайды деп ойлайсыз? Және біз сізге, сіздің пікіріңізге сенеміз, және сіз бұл жолда өте жақсы пікірлеріңізді білдіреді деп ойлаймын. Мен бұл жерде бұрында болған едім, Астананы жақсы білемін. Мен бұрын бір есте қалған жағдай, мен 15 жыл Ошаққа ұшып келгенде, декабрь айында, осында желтоқсан кезінде келгенде минус 20 градус болып өте суық болған еді. Ал қазір басқа маусымда келіп, Астананың гүлденіп атқанын көріп, өте қуаныштымын. Бұл жерде тек қана жылды мезгілі, уақыт өзгерген жоқ. Бұл кезде өте гүлденген қаланы көріп тұрмын. Өте қызықты екен, өте жақсы екен бұл жақ. Және бұл жерде қазір сыртқы саясат туралы өз ойымды, өз пікірлерімізді білдіргім келеді. Ол кезде басқа заман болса, қазір заман өзгерді. Сол кезде қазіргі уақытпен салыстырсақ, көптеген өзгерістерді көруге болады. Ол кезде мынандай элементтер болғанда, ал бүгін күн тәртібінде тіпті басқа мәселе көтеріліп жатыр. Енді өзіміздің ойымызды бастайық. Келесі ойлармен бөліскім келеді. Мен Италияда министр болған кезде, одан кейін жоғарғы Еуроодақтың жоғары өкілі болған кезде, мен өзі сол жұмыстарды атқарғанымды өте жоғары бағаладым. Соны өзімді қуаныш деп санаймын, мақтан тұтам сол кездерді. Ол кездерде бұның бәрі мен үшін мақтаныш болатын. Сол кезде біз жақсы жұмыстар жүргізіп, осы қазіргі қол жеткізіп отырған ынтымақтастығымыздың іргетасын сол кезде қалаған едік. Сол кезде Евроодақ толықтай да жеке-жеке әр мемлекетте сол одақтың ішіндегі көптеген жұмыстар жүріп, Орта Азиямен тығыз ынтымақтастықта көптеген жұмыстар атқарған еді. Біз үшін Орталық Азия қазір стратегиялық маңызды өңір болып саналады. Біз 2014-2015 жылдар және кеше бұрынғы Пан Ги Мун айтқандай, бұрынғы мемлекеттік Біріккен ұлттар ұйымының басқарушысы болған сол кісі айтқандай, сол кездің жасаған жұмыстарымыздың бүгін біз жемісін көріп отырмыз. Ол кезде Еуроодақ осы бағытта көшбасшылардың бірі еді. Тұрақты дамуда біз көптеген жұмыстар жүрдік. Париж климаттық келісімде тағы да жұмыстар жүргізген едік. Ол кездерде сондай маңызды жетістіктерге жетіп, тіпті қандай қиындықтар туғанына қарамастан біз көптеген жетістіктерге жеттік. Сол кездерде Иранмен атом энергиясы туралы келісімдерге отырдық. Ол кезде дағдарыс болды. Сол дағдарыс қаржылық дағдарыс, миграциялық кризистар болды, дағдарыстар. Ол кезде өздеріңіз бетіне Сирия, Ливияның жағдайлары қатты әсер етіп жатты. Бірақ біз көп жақты келісімдер жасап, ортақ бір шешімге келе алдық. Ол келісімдердің бәрі бізге өте пайдалы болды. Ал қазір біз одан ары қарай дамып келе жатырмыз. Біздің көңіл күйіміз өзгеріп, қазір бір-бірімізге деген сеніміміз артты. Ол процесстарды, сол кездегі сенімсіздіктің қабырғасы сынып, қазір өте жақсы келісімдерге келетіндей жағдайға жеттік. Ол кезде Брексит болды, Брексит бойынша референдум болды. Сол кездерде бірінші қоңыраулар пайда болған еді.
бірлескен жұмысқа деген сеніміміз сол кездерде көптеген кідірістерге тап болды. Ал қазіргі кезде алға басып келе жатырмыз. Трамптың әкімшілігі Біріккен ұлттар ұйымына деген көзқарасы онша болмаған еді. Ал қазір оның бәрі артта қалғанына қуаныштымын. Қазіргі кезде біз басқа заманға өтіп, өзіміздің өткендегі көптеген қателерімізбен жұмыс жасап, сол кездерден сабақ алдық. Қазір соның бәрін жақсы жағына өзгертуге тырысамыз. Соның бәріне қарамастан біз Еуроодақта бірлікті сақтап қалғаныма қуаныштымын. Халықаралық ынтымақтастықта, сондай сауда жағынан да біз көптеген келісімдерге келдік. Еуроодақ өзінің сауда келісімдерін Канада сияқты көптеген елдермен ары қарай жалғастырды, көптеген келісімдерге отырды. Ал бүгінгі күнді қарасақ, қазір қандай өзгерістер болып жатыр? Сол кезбен қазір қандай айырмашылық бар? Мына мен тоқтап кеткім келеді. Сол кездегі фактілерге тоқтасақ, сол кездегі қиындықтарға, қандай қиындықтарға тап болғандарымыз айтсақ, сол кездердің өзінде біздің жұмысымызды бұзуға деген көптеген жағдайлар болды. Бірақ ол қазірде оңай емес, қазірде өмір күрделеніп келе жатыр. Соған қарамастан біз бәрін жеңуге тырысамыз. Халықаралық құқық жағынан да қиындықтар болды. Біз өзіміздің жоспарларымызда оны алға қойып отырмыз. Еуропаның әр тұрғынына бұның бәрі өте маңызды болып саналады. Бұл жерде біз Ресейдің Украинаға қарсы агрессиясын да айта кетуіміз керек. Бұл жерде адамдардың құқықтары қатты бұзылып жатыр. Бұл жерде біздің Біріккен ұлттар ұйымының көзқарасы да өте қиын. Бұл жерде біз қаржыландыру Біріккен ұлттар ұйымының қаржыландыруы да көп қиналдырады. Бұл маған, мен оны өзі ой пайымнан өткізіп отырмын. Біз қазіргі кезде халықаралық басқару көптеген тәуекелдерге тап болып отыр, және ар жағы не болатынын болжай да алмаймыз. Мен әлемнің азаматы ретінде, европалық тұрғын ретінде бұл туралы ашық айта аламын. Біз мультилатерализм туралы айтқан кезде бізде менің мынандай ойым болады. Сіздер мынандай халықаралық институттар екінші дүниежүзілік соғыстан кейін пайда болған институттар, Біріккен ұлттар ұйымындағы, дүниежүзілік валюта қорындағы ұйымдар, бұнда бәрі болашақта қалай көрінетінін білгім келеді. Сіз қалай деп ойлайсыз? Бұл институттар жеткілікті бола ма? Әлде оларды қалпына келтіріп, немесе басқа да институттар ашу керек бола ма? Әлде бұрынғы институттарды ары қарай өзгертіп, солармен жұмыс істей беруге болады ма? Бұл көптеген елдермен, державаларға өте маңызды деп ойлаймын. Ал қазіргі кезде көптеген елдер өздерін белсенді жағынан көрсетіп жатыр. Көптеген жылдар бойы, тіпті 10 жылдықтар бойы Біріккен ұлттар ұйымының жүйесін қайта қалыптастыру туралы әңгімелер көбейіп келе жатыр. Ол жерде елдердің теңгерімін теңестіріп, басқаша өзгерту керек. Қазір заманға сай жасау керек деп ойлаймын. Бұлардың бәрі көптеген орындарда талқыланып жатыр, және халықаралық ұйым, Біріккен ұлттар ұйымы болсын, басқа ұйымдар болсын, өздері күнделікті ағымдағы билікпен нелердің теңгерін көрсету керек деп ойлаймын. Халықаралық архитектурасы реформаламайтын болсақ, онда бұл әлде қайда осы тәуекелдерді жоғарылатуы мүмкін. Реформа жалпы алғанда олардың жұмысын жалғастыруды қамтамасыз ету. Бұл мәселеге ғана тап болып отырған жоқпын. Мен айтқым келетіні, реформа әрине қажет, сонымен қатар біз фундаменталдық сұрақтарға тап болып отырмыз. Сұрақ мынандай болып отыр. Қазіргі таңда сенімділік қағидаты, олардың барлығы халықаралық жан-жақты институтқа негізделген. Яғни біз мәселе туралы айтатын болсақ, ол жаһандық сипаттағы
тұрғыда айтатын болсақ, мұнда ережелер жинағы керек осы мәселелерді шешуде. Бізге бұл мультилатерализм керек. Менде мынандай ой туындайды. Мына жерде кейбір өңірлерде осындай сезім бар, ережені бір шектеулер ретінде қарайды. Бұл жерде қазіргі таңда бір мәселе болып тұр. Бізге ережелер қажет. Қандай да бір жалпы осындай жаһандық мәселелерді шешуге, мысалы пандемия, климаттың өзгерісі сияқты мәселелерді шешуге. Және менің ойымша әрбір ел, әрбір көшбасшы өз алдында айтып өтті ғой, бір мықты осы контекстте бөліп қарастырды. Яғни бұл дегеніміз біз джунглияда өмір сүріп жатқандай, яғни біз әрқайсымыз өзіміз үшін кім бастысы деген сияқты. Бұл архитектура туралы сөйлесу керек. Менің ойымша Европа ылғи да болады. Мен Евроодақтың атынан сөз сөйлей алмаймын. Мен қазіргі таңда европалықтардың қажеттіліктері қажет. Бұнда бізде қандай да бір бірыңғай түсінік болмайтын болса, біз ылғи да бір-бірімізбен түсінбеушілік болады. Мыңдаған жылдар бойы біздің білуімізше тарихқа негізделсек, бізде ережелер жинағы болмаса, бізде түсінбеушілік болады. Біз осының барлығын ескердік, европалық жүйесін негіздедік, олардың барлығы нормалар мен ережелерге негізделген, ол барлығына бір тұтас әсері бар. Біз есептілікті қамтамасыз етеміз, ашықтықты, айқындықты, барлығы бір ереженің қағидатында жұмыс әрекет етеді. Және халықаралық институттардың қалыптасуында да солай жасаудамыз. Яғни адамдар бүкіл әлем бойынша бізге осы ережелер қажеттігін байқатады. Бұл барлығына ойын ережесін бергендей болады. Біз сонымен қатар біз бір-бірімізбен осы мәселелерді қарастыруымыз керек. Шешімдер қарастыру және қандай да бір ережесіз ойын ойнау қажет пе, қандай да бір шектеусіз. Менің ойымша талқылау осыған негізделіп келеді. Менің ойымша бұның барлығы тек қана европалық мүддесінде ғана емес, орта держава және үлкен емес елдерде және дамып жатқан елдерде. Олар да кішкентай емес, яғни олар да өздерінің әлемдегі орнын ізденістіруде. Біз бұл жерде оның барлығын ескеру тиіспіз. Сонымен қатар біз наны түсіну керекпіз, маңызды нәрсені түсінуіміз керек. Қазіргі таңда біз келісім үстеліне отыруымыз керек. Бізде жалпы түсінік болу керек, жалпы шешім қабылдау керек. Барлығы архитектураны қайтадан қарастырып өткеніміз жөн. Тарихи тұрғыда алатын болсақ, салыстырмалы тұрғыда бұл абсолютті нақты болмай жатады. Менің ойымша, халық лигасына қарайтын болсақ, мұнда белгілі бір параллельді байқауға болады. Бұл негізгі факторлардың бірі. Мұнда ірі державалардың бірнешеуі бір ұйымдарға қанағат болмауы мүмкін. Мысалы, бұл жерде бастапқада бір әлсіз даму нүктесін беріп жатқан. Мұнда мультилатерализм туралы айтқан кезде әлем Америка құрама штатсыз қалай болады дейді. Бұл жағынан алатын болсақ, әрине жоқ дейді. Егер сіздер менен сұрайтын болсақ, әлем қандай да бір халықаралық басқарусыз жүзеге асырыла ала ма десе, әрине жоқ деп айтамын. Ол болмайды деген ойдамыз. Мен айтқым келетіні, егер келесіде пандемия, қаржылық бір дағдарыстар, табиғи апаттар болатын болса, яғни осындай бір ауқымды жағдайларға қалай дайын болуымыз керек, серіктессіз мүмкін бе? Біз
айтқым келетіні, сондықтан егерде басқа да елдерде біз Америка Құрама Штаттары туралы айтып жатқан жоқпыз, оларда ойын ережелер мен ойнап жатпауы да мүмкін. Бізде осындай бағыттарда жұмыс жасау қажетпіз. Мысалға айтайық, әртүрлі бізде серіктестік болуы мүмкін, бір тақырып аясында бір альянстар болуы мүмкін. Олар әртүрлі геометриялық формада болу керек, әртүрлі коалиция болуы мүмкін. Мұнда басқару коалициясы ретінде болуы мүмкін. Бізде әртүрлі серіктестік шеңбер болу тиіс. Бұнда жалпы құндылықтар болады, мұнда қауіпсіздік мәселесі, климатқа байланысты болуы да мүмкін, тағы да басқа жаһандық әмбебап жүйе жұмыс жасауы мүмкін. Сондықтан бізде балама жағдайын қарастыру тиіспіз. Менің ойымша Европалық одақ және европалықтар бұл өңірлер осындай серіктестікке өзінің қызығушылығын танытуы мүмкін. Қазір бір сұрақ қоямын, содан кейін аудитория сұрақ қояды. Менің сұрағым, сіз халықаралық басқаруға, мультилатерализм туралы сөз қозғадыңыз. Яғни осы өңірлерде және батыс жақта мұнда саяси тенденцияларға назар аударуда, Европадағы саяси тұрғыда. Яғни кейбір күште ультраұлттық сипатта болуы мүмкін. Мысалы, тереңдеп қарайтын болсақ, бұл мультилатерализмнің сипаты болып табылмайды. Осындай тенденцияны қалай бағалауға болады? Менің ойымша, осындай тенденция кездесіп келуі мүмкін. Бұл жаһандық тенденция, саяси тенденция болуы мүмкін. Біреу популизм деп айтуы мүмкін, біреу тағы да басқаша айтуы мүмкін. Мысалы, ультра құқықтық партиялар билікке келген кезде әлде қайда танымал болып жатады, кейбір жағдайда ашық тұрғыда болады, біреулерде байқалмауы мүмкін. Бұл өзіндік бір бүкіл әлемге сын тегеріндерді байқатады, және алдындағы айтылған сөздерге келіп тоқталатын болса, ереже мен нормалар бір кепіл деме ретінде ұлттық деңгейде және европалық елдерде ережелер пайда болуда. Неліктен бізде осы норманы ұстануымыз керек деп айтып жатады? Бұл дегеніміз кепіл болып табылады. Европа бұдан тысқары қалмайды осындай тенденциялардан. Латын Америкасынан да тағы да басқа өңірлерден байқауымыз мүмкін. Белгілі бір байланыстар бар екендігін атап өткіміз келеді. Соның ішінде сыртқа араласу, сайлауалды кампанияларда, науқандарда және бұнда қаржыландыру, компаниялардың ақпараттандыру, тағы да басқалар болуы мүмкін. Европа бұдан тысқары болмауы мүмкін, және европалық институционалдық жүйе бұл өте бір күрделі, нақты тұрғыда сипатталған. Яғни бұл сіздер европалық сайлауда Германияда байқауыңыз мүмкін. Мысалға, европалық қоғамға назар аударатын болсақ, менің ойымша әлде қайда өзіндік бір белгілі бір қандай да бір тенденцияға қажетті деңгейде өзінің әсерін байқатуда. Европада әрине бұны байқап жатырмыз. Мысалға, болып жатқанның өзінде де, мына саяси деңгейде болып жатқанның өзінде мұнда белгілі бір құралдар бар, институционалдық жүйе бар, және белгілі бір тенденцияларды ұстап тұру мүмкін. Мен тағы да атап өтемін, бізде мықты институционалдық жүйе бар. Біз европалық одақ туралы айтқан кезде біз әдетте мұнда қарсы сипатта айтып жатамыз. Яғни
мында кешенділік, қиындылық, яғни күрделілік, бұл өзіндік бір актив, бұл плюс, яғни бір кешенді тұрғыда нәрсе қиын тұрғыда болатын болса, бұл жағымсыз болуы мүмкін. Біз осы заттардың барлығын шектен тыс қарапайымды ететін болсақ, ол да өзінің бір жағымсыз сипатын беру мүмкін. Колледждегі білім алушыларға ылғи да айтып жатамын, мысалы әлемді қарапайымды етіп көрсететін болса, ол сенбеңіздер деп айтамын. Бұл жағымсыз сипаттардың бірі. Мұнда бір күрделіліктің бірі тұрақтылықтың бір кепілі ретінде болуы мүмкін. Мен еш уақытта мынаны ұмытпаймын, мен бір министр маған шағымданды, яғни Европалық одақ қиын деген сияқты айтып өтті. Бұл министр кейінірек маған келіп айтты, неліктен осы жүйе қажет екендігін түсіндім, яғни бұл жерде өзіндік басымдылығы мен құндылығы бар екендігін байқадым дейді. Заманауи әлемде осындайлардың барлығы бар, тенденция бар. Біздің білуімізше қандай құндылықтар бар екендігін білеміз, яғни сонымен қатар барлығымыз біргеміз, бір мақсатқа негізделгенбіз. Мен сіздің сұрағыңызға жауап бердім деген ойдамын. Сіз менің сұрағыма жауап бердіңіз. Рахмет. Бізде кішкене уақыт бар. Аудиториядағы көрермендер сұрақ қоятын шығар. Микрофонды қолданыңыздар. Көп рахмет. Мен Испанияданмын. Сізбен автономия туралы мәселені талқылағым келіп отыр. Өкінішке орай спикердің сөзі толық естілмейді аудармашыларға. Көп рахмет сіздің сұрағыңызға. Сізді көргеніме қуаныштымын. Менің ойымша, бізде осындай қауіпсіздік саласында жұмыс жасауда мүмкіндіктер бар. Мұнда институционалдық автономия тұжырымдамасы қайдан шықты? Менің ойымша, бұл ары қарай дамып жалғаса береді. Осы индустриалдық инвестицияларға назар аударамыз. Бұған белгілі бір уақыт өтуі мүмкін. Сондықтан да бізде бұл бағытқа назар аударудамыз. Өте маңызды. Біз тұжырымдамалық тұрғыда осыны анықтағаннан кейін автономияны содан кейін басқа салада да қарастырамыз. Бұл цифрландыру және жеткізу тізбегі тағы да басқаларды атап өткім келеді. Менің ойымша, бізге өзіміздің стратегиялық автономияны ілгерілету тиіспіз, оны бірге серіктестермен жасау тиіспіз. Бүгінгі күнге бір шынайы тұрғыдан қарап отырмыз. Мен мына фактілерге өте бір абай қараймын. Стратегиялық автономия, автократияда көрініс табуы мүмкін. Яғни вакуумдағы көпіршік іспеттес бір-бірімен байланыспаған. Біз бір-бірімізге азырақ тәуелді болуымыз керек. Біз диверсификацияға назар аудару тиіспіз. Бұл тарапта жылжып ілгерілеп жатырмыз. Әртүрлі ойыншылармен серіктестікпен ынтымақтастықты жасау және бұл біреуге тәуелді болмау. Қандай да бір тарапқа тәуелділі болмай отырып жасау керек. Европалық одақпен, европалықтармен, Орталық Азиямен ынтымақтастық осы стратегияның бір бөлігі болып табылады. Диверсификацияның ауқымды жағы, яғни серіктестер желісі, инвестиция, серіктестік, қай бұл жағын қарамаса, ғылым болсын, білім саласы болсын, инвестиция болсын, барлығын қамтиды. Дәл солай болады деген ойдамын.
мен бұл жерде мүмкіндіктерге сенемін және европалықтар осы тараптан ілгерілейді деген ойдамыз. Бұл біздің өзімізге сыни тұрғыда қарау біздің бір ыңғайлылығымыздың бірі. Бізде бір дағдарыс бар болып көруі мүмкін. Европалықтар басқалармен коммуникация жасайды. Біз әлде қайда жақсы сипаттамыз. Дағдарыстың алдында тұрсақ та, тенденцияның алдында тұрсақ та, біз менің өзім ылғи да Европалық одаққа жағымды қараймын. Тағы да бір қысқа сұрақ қойсаңыздар болады. Сәлематсыздар ма барлықтарыңызға? Сұрақ қоюшылар, сұрақ қойып жатқан адамның дауысы естілмейді. I cannot speak on behalf of the European Union, and I cannot speak on behalf of the Мен Европалық одақтың атынан және Италияның атынан айта алмаймын, және мен тек қана өзімнің көзқарасыма тоқталғым келіп отыр. Европа одақпен және Италияның өзінің күн тәртібі бар, яғни бұл жерде жекелей жалпы өңірлермен мен стратегиялық серіктес негізінде болу керек. Бұл сауда мақсатында, инвестициялық мақсатында, геосаяси мақсатында, тағы да басқа, және мұнда күрделілік мәселесін түсінеді. Географиялық тұрғыда, тарихи тұрғыда да түсінікті. Мына жерде қандай да бір ойыншылардың біреуін ғана таңдамай, яғни осы ойыншылар арасында белгілі бір теңгерімді таңдау керек. Мен жалпы алғанда Орталық Азияның Европаға қатысты тұрғысынан байқадым, яғни біз өте ұқсаспыз, яғни жалпы түсіністік бар, бар тенденцияларды түсінеміз, жалпы қызығушы мүдде бар. Италиялық стратегия Орталық Азияға байланысты Европалық стратегиямен сәйкес келіп отырғанын байқайды, барлығы түсінікті. Бұл инвестицияда ғана емес, сауда саттық саласында да, мәдени байланыста да, және сонымен қатар геосаяси жағдайда да. Егерде біз бір Орталық Азияға қарайтын болсақ, Италияға қарайтын болсақ, жалпы мақсат бар екендігін байқаймыз. Федерико, сізге көп рахмет. Бізге өте бір нақты, түсінікті жауап бергеніңіз үшін алғысымызды айтамыз. Біз сізге, аудитория сізге рахмет айтады. Көп рахмет.